Қыздар, идеальный шығатын самсаның қамырының рецептін міндетті түрде сақтап алыңыздар. Алдымен салқын суымызға тұз салып жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде електен өткізілген ұн қолданамыз. Ұнды салып қамыр илейміз. Ең бастысы біздің қамырымыз жұмсақ болмау керек. Барынша қаттылау қамыр илеуге тырысыңыздар. Дайын болған қамырды 15 минутқа тындырып қойып, екі суалақ қамырымызды да бірдей жұқалықта жаямыз. Және де бөлме температурасында тұрған сармайды бетіне жағып шығамыз. Міндетті түрде бөлме температурасында тұру керек. Ертіп қолдануға болмайды. Екінші суалақ қамырымызды дәл видеодағыдай үстіне жайғастырып, тағы да сармайды жағып шығамыз. Мендегі сармай станичный деп аталатын сармай. Одан кейін осылай қамырымызды тартқылап отырып, нығыздап ораймыз. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қалдырамыз. Одан кейін кішкентай бөліктерге бөліп, ортасына салмасын салып, самсаларымызды түйеміз. Салмасына кәдімгі тартылған ет, пияз және де қарабұрыш, тұз салып жақсылап араластырып дайындап алдым. Бетіне міндетті түрде жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Міндетті түрде қыздар рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан идеальный болып шығады. Керекті граммдардың барлығын осы видеоның астына жазып қалдырамын. Міндетті түрде рецепті сақтап алыңыздар. Әрине ыстық самсаны отбасыма әдеттегідей чемпион кене шайымен ұсынамын. Құрамында ешқандай бояу жоқ, 100% таза және де өте дәмді шай. Ал біздерге ас болсын.